Сәлем достар, сіздермен бірге Эльмира Мәжитқызы. Бүгінгі видеода тартылған ет пен қырыққабаттан өте ерекше әрі тез пісетін ыстық тағам дайындаймын. Алдымен тартылған етке жуан ұсақтап турап, сәбізді күштен өткізіп қосып алдым. Және дәміне қарай тұзын қостым, қарабұрышын қосып, қасықпен барлығын біркелкетіп араластырып аламыз. Болғаннан кейін үстіне бір жұмыртқаны қосып, қолыммен барлығын жақсылап араластырып дайындап қойдым. Енді үстіне қосатын соусын дайындаймыз. Ол үшін ыдысқа дүкеннің 20% қаймағынан 2 ас қасық және 1 ас қасық майонезді қостым. Кішкене тұз сеуіп, сіздер басқа да дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Мен тек свежий укропты ұсақтап турап қостым. Араластырып, соусты да дайындап қойдым. Енді духовканың астын жақтым, қыза берсін деп. Гарнирге күріш пен гречканы дайындап жатырмын. Суға қайнатып. Бәрі дайын. Енді противеньге пергамент қағазын төсеп, осылай үстіне сұйық майды жағып шығамыз. Дайын болды. Енді жуып, тазалап алған қырыққабатты осылай барлығын кесіп дайындаймыз. Кесіп аламыз барлығын. Сіздер де осы рецепт бойынша дайындап көріңіздер. Өте ерекше, өте дәмді және жеңіл ыстық тағам шығады. Дайын болды. Енді пергамент қағазының үстіне осы қырыққабаттардың барлығын реттестіріп қойып аламыз. Және жуасын шығырып, кішкене сәбіз қосып, подливасында дайындап жатырмын, қайнатып. Болды. Енді қырыққабаттың бетіне осылай кішкене ғана сұйық майды жағып шығамыз. Кішкене тұзын себеміз. Және мен кепкен сарымсақты септім. Осылай барлығын бетіне сеуіп шығып, енді еттерімізді салып шығамыз бетіне. Дайын болды. Енді бетіне жаңағы дайындап қойған соусын жағып шығамыз. Барлығын дайындап болғаннан кейін, жағып болғаннан кейін қызып тұрған духовкада 40 минуттай ұстаймыз. 40 минуттан кейін тамағымыз дайын. Ыдысымызға салып, гарнирін қосып, қырыққабатты қосып және свежий қияр мен қызанақтың салаты және подливасын қойып осылай береміз. Ас болсын.